жасайтындарыңызды төменге қарай жазып кетсеңіз болады. Ал менің ет қалай тұздау керегімді көргіңіз келсе, видеоның соңына дейін қарап кетіңіз, егер сізге ұнаса. Бізге 3 ақ зат керек. Тұз керек, және бұрыш, және чеснок. Үшеуін араластырып аламыз. Чесногымызды теркадан өткізіп, барлығын мұқият араластырып аламыз. Содан соң етімізді ыдысымызға салып, етімізді пышақтың көмегімен орталарын кесіп, араларын тұздың етіндей етіп кесіп аламыз да, барлық екі жағын орнатып, тұз сеуіп, бірінен соң бірін. Мінекей осылайша барлық еттерімізді бірінен соң бірін тұздап шығамыз.